Қайырлы күн, Жанашыр ұстаз YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен информатика сабағынан бұлттық технологияларды қолдану салалары тақырыбын өтетін боламыз. Сіздермен Айгерім Сағындыққызы. Бұлттық технологиялар қазіргі таңда бұлттық есептеулер кез келген салада қолданылады. Microsoft корпорациясының тапсырысы бойынша SpaceWorks мамандары жүргізген зерттеу мәліметтеріне сәйкес көп жағдайда бұлттық қызметтер веб-хостинг үшін қолданылады. Сауалнама жүргізіліп, оған қатысқандардың таңдаулары пайызға шағылады. Міне осының қорытындысы бойынша адамдардың IT инфрақұрылымының өнімділігін арттыру үшін, электрондық поштаны бұлтқа орналастыру үшін веб мазмұнды бұлттық технологияларды қаншалықты қолданғандықтары анықталды. Қолдану аймағы бойынша бұлттық технологиялар бізде персоналды басқару, ойындар, сату, білім саласында, медицинада, банк саласында және де логистика саласында қолданылады. Білім беру саласындағы бұлтты технологиялар. Оқушылардың бірлескен жұмысын ұйымдастыру, мысалы үлкен құжаттарды өңдеу. Әр адам өзіне қатысты бөлімге жауап береді. Ал қажет болған жағдайда әрбір қолданушы жеке түсініктеме беріп, ақпаратты толықтыра алады. Мұғалім оқушыларға тапсырма береді, міндеттерді бөле алады және түсініктеме бере отырып, есептеулерді тексере алады, ортақ жобамен айналысады. Бұлтты технологиялар электрондық күнделікті жасау мен кез келген жазба тапсырмаларды беру үшін қолданылады. Бұл Қазақстанда 2016 жылдан бастап іске қосылған, яғни мұғалім мен оқушы, мұғалім мен ата-аналар арасында кері байланысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Күнделікте берілген үй тапсырмасын көріп қана қоймайсың, сонымен қатар орындалған тапсырмасы бар файлды бекіту, мұғалімнің түсіндірмесін алу мүмкіндігі бар. Медициналық бұлтты технологиялар. Соңғы уақытта бұлт медицинаға еніп, оны жаңа деңгейге көтерді. Жаңа технологияның арқасында медициналық құжаттарды жүргізу мен жүйелеу жеңілдей түсті. Мұндай сервис медицинаға жаңадан енгізілуде. Әзірге бұлтта дәрігерлік құпияны сақтау мәселесі толықтай шешілген жоқ. Логистикадағы бұлттық технологиялар. Көлік тасымалы мен қойма логистикасында бұлт үлкен сұранысқа ие болып отыр. Бұлттық технологиялардың көмегімен тізбектің қатысушыларының, яғни жіберушілердің, операторлардың, көлік компаниясы мен алушының өзара іс-қимылы толық қамтамасыз етуге болады. Олардың барлығы тұрған жеріне қарамастан нақты уақытта бір-бірімен сөйлесе алады. Бұлтты технологияларды қолданудың мынадай артықшылықтары бар. Мердігер үшін ашық тендер өткізуге болады, ең ыңғайлы маршруттарды анықтайсың, тауар жеткізуді бақылауға ұстайсың, тасымалдау туралы деректерді өңдеу, сақтауға болады, тапсырысты орындау сапасын арттыруға болады. Банк саласында бұлтты технологиялар, яғни бизнеске арналған бұлтты технологиялар. Банктер арасында бәсекелестік өте үлкен. Мұндай қаржы ұйымдары шығындарды қысқарту үшін инновациялық технологияларды қолдануда. Деректерді сақтаудың бұлттық сервистері қаржы процестерін автоматтандыруға бағытталған. Нәтижесінде есеп жүргізудегі шығындарды қысқартудан кредиттік мекемелер жұмысының тиімділігі арта түседі. Қаскүнемдердің бұлттық қоймаға кіру қаупі болғандықтан ол жерде клиенттер туралы мәліметтер сақталмайды. Енді бизнеске арналған бұлттық технологияларға тоқталатын болсақ. Бірінші, ол виртуалды сервер жалға алынғандықтан барлық орналастырған сервис провайдердің қатысуынсыз-ақ компания басшысы тарапынан толық бақылауда болады. Желі виртуалды байланыс орталығын құру оңай, соның арқасында жұмыс орнын ұйымдастыруға кететін қаржы үнемделеді. Жұмыс провайдерге өтінім берген сәттен бастап 2 күннен кейін басталуы мүмкін. Бизнеске арналған бұлттық сервистер виртуалды кеңсе құру үшін қолданылады. Яғни, жұмыс орны нақты компьютерге байланбайды. Бұлтта компанияның ішкі желісі бейнеленеді, дискілер, бумалар мен жоспарлар, программалары қамтылады. Бұлттық сервис көбеюімен ойнау. Жыл сайын шынайы әрі технологиялық жағынан күрделі ойындар пайда болуда. Бұл ойыншылардың компьютерін үнемі жаңартуды талап етеді. Ол өте қымбатқа түседі. Бұлтты гейминг ойыншының компьютерінде немесе приставкасында емес, компания серверіндегі ойындарға қол жеткізу арқылы осы мәселені шешеді. Бұл жүйе жаңа ойын үшін компьютерді өзгертпейді, қолданушы мен құрылғыларын орналасқан жеріне қарамастан ойынға кіруге мүмкіндік береді. Есептеу операциялары қашықтықтағы серверде өңделеді, сондықтан бұл ойындарды компьютердің кез келген түріне
ойнауға болады. Сауда саласында. Ритейлде кассалық чектерден алынған ақпарат, бейілділік карталарының деректер, дүкенге келушілердің саны, қоймалардағы тауарлардың көлемі сияқты мәліметтер өте көп болады. Бұл ақпаратты өңдеу үшін ресурстардың үлкен көлемі қажет. Сауда саласында бұлттық сервистер процестерді оңтайландыру мен шығындарды азайтуға бағытталған. Тауар дүкендерге уақытында әрі жақсы қалыпқа келу үшін логистика талаптары мен ерекшеліктеріне қарай жобаланған арнайы құралдар бар. Мамандар олардың көмегімен тасымалдаудың оңтайлы схемасын таңдайды, тауардың қозғалысын бақылайды және көлік жоспарын түзетеді. Көлік қызметтерін көрсету кезінде туындайтын барлық шығын тіркеледі. Қызметкерлерді басқару. Бұлттық ресурстардың көмегімен кадрларды іріктеу жүйесі, қызметкерлерді оқыту мен ішкі коммуникация жеңілдейді. Бизнес шеңберінде қызметкерлерді оқыту компанияның міндеті болып табылады. Қызметкерлерді оқытудың тамаша нұсқасы оқыту процесін жұмысқа толық шоғырландыру. Learning Management System бұлттық технологиялары кәсіби байланыстардың кең желісін жолға қоюға және ақпарат алмасуға мүмкіндік береді. Жоғарыда айтылғандарды жинақтай келе, бұлттық технологиялар деректерді сақтайтын қойма ретінде ғана қолданылмайды деуге болады. Енді бұлттық технологиялар бухгалтерлік есепті құрастырудан бастап, ескі компьютерде жаңа ойын ойнауға дейінгі барлық салада қолданылады. Назарларыңызға рахмет.